Баяғыда бір үйде бір мысық пен бір күшік өмір сүріпті. Бірақ екеуі бірін-бірі мүлде ұнатпайтын екен. Күн сайын ырылдап, мияулап ұрсып жүреді. Бір күні күшігі мақтанып айтты: «Мен бұл үйдің күзетшісімін. Күндіз-түні үремін, қақпаны қоримын». Мысық танауын көтеріп жауап берді: «Ал мен тышқандарды ұстаймын. Түнде көз ілмеймін». Осылай екеуі таласып бір-біріне шаптығып қалды. Күшік үреді, мысық тырналайды. Ақыры мысық ағашқа өрмелеп шығып кетті. Күшік төменде қалып ашуланып үрей берді. Сол түні күтпеген бір жағдай болды. Үйге қарай сұм жылан еңбектеп келе жатты. Көздері оттай жанады, тілі сұғына жылтылдайды. Күшік оны байқап қалды. Ырылдап батылдықпен қарсы тұрды. Бірақ жылан да оңай жау емес еді. Дәл сол сәтте ағаш басына мысық секіріп түсті. Жылдам қимылдап жыланға тап берді. Қатты шайқас болып, ақыры жылан өлді. Күшік қуанып кетті. «Рахмет, мысық, сен мені құтқардың», деді ол. Мысық күлімдеп жауап берді: «Сен де батырсың, күшігім, біз енді мәңгі дос болайық». Содан бері мысық пен күшік ешқашан ұрыспады. Олар бірге ойнап, үйді күзетіп, шын достықтың не екенін көрсетті. Міне, балалар, шын достық бір-бірін түсінуден басталады.